Selam dostlar, men ылгы жолумда магышпын. Bir күнү бизге кишке өстүк. Сол кезинде бизге ата-аналарыбыз өзүң кимдей баскийим коюп ким болду. Сол кезде айдахарлар болду. Сол айдахарлар велосипедин пиарлаган баскийим. Bütün dostlarımla geçiyor. Mağın kelген кезінде мен қоятын ешкім болмайды. Мені қойған соң сосын алға қарай қояды. Сөйтіп маған кішкентай бекердікіндей баскийім қойып қойды. Сол кезде мен өте қатты ұялдым. Сосын бүкіліміз күшімізді көрсетіп, заттарымызды істеп, айдахарлардың бүкілін өлтіреміз деп сондай болатын. Сосын мен оны лақтырдым. Сосын ол дәл үстімдегі ең дәл айдахарға тиді. Сосын мен атым Джон. Сөйтіп мен төбеге шығып, даланы қарай бастадым. Сосын өзім шыққанды лақтырдым. Оны өте қатты ұнатпайтынмын. Өйткені ол темір емес, пластмасс болатын. Тым әдемі емес еді. Сосын әкем ылғи шешкен кезінде ылғи басыма келіп қоя береді. Сол кезде өте қатты ұялатынмын. Менің кішкентай болатын кішкентай кезінде достарыммен дос болатын. Сосын өскен кезінде бүкіл достарым маған рахмет. Сосын бір айдахарды соны өлтірсем, маған кішкентай қыздар қарап деп ойладым. Сөйтсем, ол әкем оған бара жатты. Сөйтсем, ол қашында жол алдында, оған қарай шөп бара жатқан кезінде, әкем оған тиіспе деді. Сосын оған әкем оған пішінге сөйтіп біз оған кетіп қалдық. Әкем оған Сосын біз ең бетті отырышты міндет. Сосын көп дейді бір кішкентай адам жатты. Сосын әкемнің çok қиын. Сөйтіп бүкіл адамдарға пішінге өте беретін ешкім. Сөйтіп жіберетінмін. Бүкіл адамның қошын өлтірем деген қошын адамдар емес, жабайылар емес, тіпті абызды өлтіріп алатын. Сөйтіп әкем бүкіл жаман жануарлардың көңілін жүре беретін. Тым әкем жүрмейтін. Бір дұрысын адамдармен төбелесем айтын. Сөйтіп ең төбе жаққа барамыз дедік. Сөйтіп әкем тағы да пішіне берейік деді. Сосын шаршадым, сол жаққа жетеміз дегенше шамам болды. Сол кезінде әкем тағы сол айдахарға пішіне берді. Сөйтіп бүкіл жанымызда айдахар жаман адамдар тұра беретін. Туған күнім болды. Сол кезде маған балта сыйлағанда оны аштым. Сол кезінде ол балта емес носки болатын. Бүкіл адамдар маған күлді. Сөйтіп мен жыным шықты. Бүкілдерін өлтірдім. Сөйтіп әкем алдында әкем лақтырдым. Сен керек емессің деді. Сөйтіп әкем тастап кетіп қалды. Сөйтіп мен екен айдахармен төбелесуге шықтым. Барадым. Сол кезінде жаннатай айтып қалған ол. Маған бәрі айдахар болсын, бергет анау болсам болды деп. Айдахарды есіктің ішіне кірдім. Сол кезінде артынан айдахар шықты. Сосын ол маған өте шошая бастады. Қашты.
Қаштың айдаһарды. Қаштың бүкіл мақсаты айдаһарды өлтіру болатын. Сосын айдаһардың енді басына сосын туған жатқан кезінде сосын оның құйрығын ұстап құйрығын кесіп тастадым да жіберіп тастадым. Мен туайын деп жатқан кезінде дәл сол жерде кішкентай айдаһардың баласы шықты. Сол кезінде папасы оған тиіспей дегендей болды. Сол кезінде мен айдаһарға тиіспедім. Сөйтіп оған пішіне бердім. Сөйтіп мен де сондай болдым. Пішіне беріп жүрдім. Әкемнен сағынып жылап жатқан кезінде мен әкемді қайтып көрдім. Тамақтар беріп, оған көмек беретін едік. Бірге көмекші адамдар болдық.